Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін VP-Pie тортының цифра түрін дайындаймыз. Ол үшін бізге трафарет қажет, немесе өздеріңіз сызып алсаңыздар болады. Мендегі тұрған мынау стандартный трафарет бүкіл кондитерлік магазинде бар, бірақ маған бүгін 5 килолық торт шығару үшін мен оны үлкендеу етіп пергамент қағазына сызып алдым. Ең алдымен шоколад пенен сары майымызды водяная баняда немесе микроволновкаға салып ертіп алу қажет. Жұмыртқамызды жарып салып, қант қосып миксерлейміз жақсылап. Одан кейін жаңағы ерткен шоколадымызды 30-40 градусқа дейін суытуымыз керек. Қатты ыстық күйінде құюға болмайды. 1 минут, 2 минут шамасында суытып, араластырып, одан кейін жұмыртқалы массамызға құямыз. Шоколад толығымен араласу керек. Ұнға разрыхлитель какаоны араластырып, ақырындап бөліп қосып араластырамыз. Барлығын осылай миксерлеп алуға болады. Қамырымыз дайын. Кондитерлік мешокқа салып, немесе лопатканың көмегімен де жағып шығуға болады, бірақ маған осылай кондитерлік мешокқа құйып, осылай жағып шыққан ыңғайлы. 180 градуста 8-10 минут пісіп шығады. Корждарымыз дайын. Менде 7 корж шықты. Творожный сырға сахарный пудраны қосып миксерлеп аламыз. Салқын сливкиді қосып миксерлейміз. Сливкиміз міндетті түрде салқын болу керек. 33% немесе одан да жоғары болу керек. Одан кейін маскарпонені бөлек ыдыста миксерлеп жұмсартып алу қажет. Әйтпесе массамызда түйіршектеліп қалып кетеді. Маскарпонені салып, барлығын жақсылап араластырамыз миксерменен. Міне осылай крем дайын болады. VP-Pie'дің арнайы өзінің насадкасы болады. Кондитерлік мешокқа кремімізді салып, подложкамызға кішкене жағып аламыз, торт жылжып кетпес үшін. Бірінші коржымызды қойып, кремді жағып шығамыз. VP-Pie'ді негізінде осылай шарик ретінде істесе де болады, немесе кәдімгідей жағып шығып, кейін сыртын креммен қаптаса да болады, обтяжка ретінде. Ол кезде тортымыз мындай шариктер көрінбейді, кәдімгі торт секілді болып тұрады, бірақ ішіндегі начинкасы VP-Pie'дікі болады. Осылай видеода көрсетілгендей ақырындап шариктерді шығарамыз. Описанияда мен стандартный трафаретке келетін рецепттің көлемін жазамын. Және осы мен қолданған 5 кило 400 грамм шықты тортым. Осы торттың да мөлшерлерін жазып шығамын. Рецепттің мөлшерлерін жазып шығамын. Осылайынан келесі коржды қойып, шариктерді бірінші корждың үстіне жаққандай етіп шығарып
кождың бәрін осылай жинаймыз. Бүкіл коржды жинап шықтым. Менде 5 кило 400 грамм торт шықты. Өте ауыр, өте биік болды. Биіктігі 18 сантиметр болып шықты. Бұл торт менде заказға, сол себепті кесіп көрсете алмадым. Осылай дайын тортқа шоколадты ганаш мынау Қазақстан шоколады 100 грамм және 80 грамм сливкиді құйып араластырып водяная баняда немесе жаңағы микроволновкада ертіп аламыз. Кондитерлік мешокқа құйып, осылайнан шоколадный подтеки қылып ағызып құйып шығамыз. Тортымыз дайын. Оформлениясын әркім өз қалауынша жасауға болады. Мен алдын ала мастикадан бөпе және метрика дайындадым. Бөпенің салмағы, бойы және туылған күні жазылған. Содан кейін шоколадный шарики дайындадым. Клиенттің тапсырысы бойынша шоколадный шарики қою керек болды. Мен солай әрлеп шықтым. Және бөпенің аты жазылған болатын. Менің каналымда мастикадан метрика және бөпені қалай істеу керектігін көрсеткенім бар. Қарасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.